Непал құдайлар тек аспанда ғана емес, жер бетінде де өмір сүретін әлемдегі жалғыз жер. Ежелгі наным-сенімдер бойынша құдай Таледжу Дурга-Кали өзінің тәндік бейнесін мінсіз қыз Кумариден табады. Ол санскрит тілінен аударғанда таза, мінсіз, пәк қыз, ханшайым дегенді білдіреді. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Өтініш берушілер шамамен 3-5 жаста алғашқы сүт түстері түскен уақытта таңдалады. Таңдау 32 критерийге негізделген. Болашақ Кумари отбасы үш ұрпақ бойына Невари халқының Шакья руының жалаңаш кастасына, яғни зергерлік кастаға жатуы керек. Оның жеке гороскопы елдің жұлдыз жорамалмен үйлесуі керек. Сыртқы түрі үлкен маңызға ие. Көздің ара қашықтығы, құлақшаның пішіні және көздің, шаштың түсі, мінсіз тістер, бір меңі сүйел немесе тыртықсыз терісі болуы қажет. Қан кетуі мүмкін кез келген тырналған немесе жара бар жер болса, өтініш берушінің мүмкіндігін жояды. Ал қазіргі Кумари үшін оның мансабының аяқталуын білдіреді. Кумаридің денесі алғашқы тамшы қанға дейін құдайдың мекені болып табылады. Осыған байланысты қыздар әдетте 12 жастан кейін өздерінің құдайлық мәртебесін жоғалтады. Содан кейін олар қалыпты өмірге оралады. Кумари ретінде өмір сүру оңай сынақ емес, бірақ көптеген қыздар осы мәртебеге ие болуды армандайды. Кумари деп аталу құрметіне ие болған адамды қиын жұмыс күтіп тұр. Оны жеке бөлмеге орналастыру керек. Онда денсаулығы үшін дұға ететін адамдардың шексіз легі дереу ағылады. Әдетте бұл адамдарда әртүрлі жарақаттар мен аурулар бар. Қызды тәж кигізу рәсімінен кейін бірінші түнде құрбандыққа шалынған бұқалар мен ешкілердің кесілген бастары бар бөлмеде қалдырады. Келесі бірнеше жылда бала бір бөлмеде жалғыз тұрады және оның барлық қалауы қызметшілер үшін заң болып табылады. Кумари тек қызыл киім кие алады және ешқашан аяқ киім кимейді. Сонымен қатар оның аяғы жерге тиіп кетпеуі керек. Құдайлар яғни жерде жүрмейді. Қажет болса оны үйден арнайы таққа отырғызып шығарады. Қыз жылына 13 рет негізгі діни мерекелерде бөлмесінен шығады. Егер ол таққа отырса, онда оның аяқтары арнайы ыдыста болады. Бірақ әрбір Кумари өзін адамдарға арнауға шақырылады. Непалдықтар нәрестенің көзінен Таледжудың құдайдың мәнін оқуға болады деп сенеді. Сондықтан олар оған өтініштер мен дұғалармен келеді. Кумари дәстүрлері Непалдың бірнеше қалаларында ғана бар. Катманду, Лалитпур, Бхаткатпур, Санху және Бангамати. Кумаридің құдіреті соншалық, оған қараудың өзі сәттілік әкеледі деп саналады. Көптеген адамдар Кумариді терезенің сыртында немесе сарайының ауласында күтіп, торлы терезелердің жанынан өтіп, оларға қарайды деп үміттенеді. Жолы болғыш немесе жақсы байланысы бар жалбарынушылар Кумариге алтын жалатылған арыстан тағында отырған бөлмесіне барады. Оған баратындардың көпшілігі қан кетуден немесе этикар циклының бұзылуынан зардап шегетін адамдар. Өйткені Кумари мұндай ауруларға ерекше күш береді деп саналады. Оған мемлекеттік қызметкерлер де келеді. Өтініш берушілер әдетте Кумариге сыйлықтар мен тартулар әкеледі. Ол оларды үнсіз қабылдайды. Ол оларға адалдық белгісі ретінде оның аяғын ұстауға немесе сүюге шақырады. Осы қабылдау кезінде Кумари мұқият бақыланады және оның әрекеттері өтініш берушілердің өмірін болжау ретінде түсіндіріледі. Жылау немесе көзін уқалау, жақын арада өлім, дірілдеу, түрме, қол шапалақтау, патшадан қорқудың себебі болады. Азық-түлік ұсыныстарын таңдау, қаржылық шығын. Егер Кумари бүкіл қабылдауда үнсіз және эмоциясыз отырса, оның табынушылары көтеріңкі көңіл күймен кетеді. Бұл олардың тілектерінің орындалғанының белгісі. Непалда бір уақытта бірнеше, яғни 9-12 Кумари белсенді болса да, ең танымалы Катмандудағы корольдік Кумари және ол қаланың орталығындағы Кумари Хар сарайында тұрады. 8 жасар Тришна Шакья, ол 2017 жылы сайланды. Түрі құдай таңдау дәстүрі 17 ғасырда Непалда пайда болды. Бұл туралы бірнеше аңыз бар. Олардың барлығы бірдей басталады. Ежелгі уақыттан бері маңызды шешімдер қабылдаған кезде Непал патшаларына индуизмдегі өте танымал кейіпкердің гипостазасы көп қарулы Кали Дурга богиня Таледжу Бхавани кеңес берген. Богиня әдемі болды, ал басқа нұсқалар әртүрлі. Ең ауыр аңыз нұсқасы
патшалардың бірі кішкентай непалдық қызбен қарым-қатынасқа түсті. Ол қыз қайтыс болды, ал патша өз күнәсін өтеу үшін елге кішкентай қыздар культін енгізіп, оларды құдай мекендейді деп жариялады. Басқасының айтуынша, Дурга шын мәнінде қыздың ішіне кірген және бұл үшін кішкентай қыз елден қуылған. Бірақ патшайым қуғынға қарсы тұрып, оны отанына қайтарып, бәріне оны құрметтеуге бұйырды. Үшінші нұсқа классикалық. Патша құдайға ғашық болды. Бұл оны қатты ашуландырды. Содан бері монархтарды азғырмау үшін Дурга өзін бейкүнә қыздар ретінде көрсете бастады. Бұрынғы кумарилер қалай өмір сүреді? Жыныстық жетілудің басталуымен қыздар өздерінің құдайлық мәртебесінен айырылып, тақ пен белгілерді жаңадан таңдалған құдайға береді. Жасөспірімдер үшін бұл қиын сынақ, өйткені олар жаңа өмірге үйреніп қана қоймай, сонымен бірге араласа бастайды. Тек соңғы жылдары ғана кумариге жеке сабақ алуға рұқсат етілді. Тағы бір қиындық, ер адамдар кумариден қорқады. Нанымдар бойынша, бұрынғы құдайға үйленуге шешім қабылдағандар қан кетуден өледі, немесе бірінші неке түнінде оның құрсағынан шығып кететін жыландармен толығымен тұншықтырылады. Бірақ соған қарамастан олар сәтті тұрмысқа шығады. Көптеген қыздар білім алады, немесе мамандық алады. Қолданыстағы кумарилер мемлекеттен ай сайынғы сома алады. Әртүрлі дерек көздер бойынша 3000-нан 40.000 Непал рупиясына дейін. Бұрынғы кумарилер де мемлекеттен ай сайын жәрдемақы алады. 2010 жылға дейін 6000 рупий, 80 ақш доллары болса, кейін оны 7,5 рупийге дейін көтерді. 2014 жылы Катманду метрополитен корпорациясы ай сайын 10.000 рупий, 74 евро жәрдемақы төлеуге шешім қабылдады. Кумари Данна Баджачария 1952 жылы туылған. 1954 жылы таққа ол небәрі 2 жасында отырды және 30 жыл бойы патаның кумари ретінде билік етті. Мәселе мынада, қызда етек кірі болған жоқ, сондықтан ол ешқашан өзінің құдайлық мәртебесін жоғалтпады. Ол 1984 жылы мұрагер ханзада Дипендраның бұйрығымен оның еркіне қарсы ауыстырылғанға дейін 30 жылға уақыт бойы кумари болды. 13 жасар ханзада фестиваль кезінде Баджачарияны көргенде, ол неге сонша кәрі деген діни қызметкерлер содан кейін оны жас қызға ауыстыруға шешім қабылдайды. Содан кейін Дана кумари ретінде өмір сүруді жалғастыруды ұйғарды. Үйінен шықпай жалғыз өмір сүрді. Ол 2015 жылы сәуірде Непалдағы жер сілкінісі болғанда бірінші рет үйден кетуге мәжбүр болғанға дейін оңаша қалып және ешқашан көпшілік алдында көрінбеді. Дегенмен жер сілкінісінен кейін де ол уақытының көп бөлігін құлшылықпен өткізді. Олардың мені ауыстыруға ешқандай себебі жоқ, деді Дана көп жылдардан кейін. Мен аздап ашуландым. Мен ішімде әлі де Құдайдың өмір сүріп жатқанын сезіндім. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.